давайте познакомимся. Атыңыз? Азамат. Сіздің? Айнура. Қашан үйлендіңіз? Дай ему возможность, чтобы он ответил без твоего помощи хоть один раз в жизни. Оның тілі шыққан ғой, өзі айтады ғой. Қарама сен оған. Қорқат ато. Шашылық болады. Қашан үйлендің? 21-ші. Жоқ, бүйтек деме. Дұрыстап айт. Қашан үйлендің? 21 июль. 21 июль қай жылы? Осы жыл. Осы жылы ма? Привет. Қашан? 23 июль? 21 июль? Бүгін нешесі? 29-ы 8 күн болды ма? Молодцы. Вообще бір свежий запах бар. Так. Не үшін үйлендің? Люблю. Люблю дейді бір шабала, құрмет қошеметтеріңіз. 8-ақ күн болған, блин. Вообще классно. Қалай 8-ші күн? Жақсы. В смысле жақсы? Не болды 8 күннің ішінде? Махаббат болды. Кетші, а қайда болды, где было? Везде? Каждый день по 4 раза, ладно. Атыңыз? Талғат. Талғат. Гүлжайна. Гүлжайна, қашан үйлендің? 2008. Нешесі? 16 август. Дұрыс па? 2008, 16 август. Скоро у вас 15-летие, да? 15 жылдық. Не үшін үйлендің? Шексіз махаббат қой. Ойбай, мынау шексіз махаббат деп ұрып отыр ғой мынау. Мынау жақында ұсталып қалған жоқ па? От души откровенчить етіп отыр ғой. Так, Шерзот, я тебя знаю. Сіздің атыңыз? Азиза. Азиза. Қашан үйлендің, Шерзот? 2009. Нешесі? 11 июня. Правильно? Не үшін? Как? Не үшін? Қой құсын отан үшін. Тиме, не үшін? Она меня своровала. Она тебя своровала, околдовала, заманила? Құдай, жыланға үйлендім десе онда? Молодец, а? Скотина. В смысле, Шерзот или я? А я? Я скотина? Очень приятно. Танысқаныма қуаныштымын. Ахат, Данара, қашан үйлендің? 15 октябрь 2015. Ну, кәдімгі солдат құсап жауап беріп отыр ғой. Екі аяғын бір етікке тығып тастапсың ғой. Кәдімгі келгенше сұрап алды ғой, сенен да? Не үшін? Махаббат? Ой, молодец. Мама, еще. На вас прямо смотрю, бар ғой. Еще. Не. Ертең өскесін бар ғой, сен сияқты болғым келеді мен. Атың кім? Бақытжан. Бақытжан, сіздің? Гүлсая. Гүлсая. Сен кәдімгі күлсең көзің жіп болып қалады екен. А Бақытжан ішсе жіп болып қалады. А ішпей ма? Неге ішпейсің? Вредно. Ей вредно? Или всем нам? Или обществу? Ішпе, ішсе сен қуат деп көп адамнан естігем. Кеше әкем айтып отырған. Я, қашан үйлендің? 11 октябрь 9 год. 11 октябрь 2009. Просто 9 емес шығар енді. До нашей эры деп отпай енді. Не үшін? Махаббат? Қойшы. Не үшін жақсы көресің? Какие у него качества есть, чтобы ты влюбилась в него, прям втюрилась, и твоя башка улетела от него? Не үшін? Еркектік мінезі ұнайды. Не мінез бар мында еркектік? Нең, добалдай болған үшін ба? Это самые близкие люди. Кто-то в браке 10 лет, кто-то 15, кто-то 18, кто-то 5 лет, а то и кто-то 8 дней. Мама, ана 8 күнде шыққан мұрты ма? Тойдан кейін қырынбаған ғой да, вообще, да? О, сенің батырың, сенің андай. Не сасиды? Сасымайды. Вообще сосымай ма? Сасымайды. Перега? Аяқ? А чем? Ничем не пахнет, свой вкусный запах. Че, он что, бесцветный, без запаха, что ли? Свой запах. Қандай запах? Айтсе, айта алмайсың ба не? Айтуға ұят па ол запақты? Жоқ, противный емес. Противный? Емес. А, емес? Ойбай, айтса енді, не сасиды? Өте приятный запах, білмеймін енді. Өзінің иісі да? Өзінің иісі. Енді сол өзінің иісі не иіс айтсайшы құрсын? Енді тердің деп те иісі деп айта алмаймын. Терінің? Енді? Тердің иісі емес. Сасымайды, короче. Короче, сасымайды, да? А вообще, да? Сасса қуып жібересің ба? Ойнайтам. Так, былай істейік.
Сейчас мы будем у вас тест на любовь проходить. Артқа қараңыздар, жігіттер. Артқа қараймыз. Тест на любовь. Кто друг друга на самом деле знает, как вы любите, не подсказываем, слушаем сердцем. 8 күндік сен вообще қателесуге болмайды саған. Қателессең саған хана. Былай істейік. Қазір кімнің әйелі жаным дейді, соның күйеуі қарау керек. Дұрыс па? Жаным! Жаным. Кім қарады? 8 күндік па? О, пері. 8 күндік. 8-ақ күн болды ғой саған. 8 апта емес, 8 ай емес. Сен мұна түріңмен үйге қонбайсың, жинал давай. Жаным. Бесеуі де қараса саған. Басы кетіп. 1, 2, 3. Жаным! Жан. Молодцы, прямо с первого раза. Бірден қарады ғой. Не деген махаббат, атқа қараңыз. Не деген подкаблучник. Оны айтам. 1, 2, 3. Жаным! Жаным. Ахат, молодец, красавчик. Давай. Анау ма шымшып отқан, саған айтып отқан? Айтпашы ешкім, Қуаныш. Қуаныш, тұр да Мадинаның алдына отыршы. Жаным. Мынадай дәуді сразу қаратып қойған. Әше сен мықты кесін. Сосын ғой иіс шықпайтыны. Постоянно жуынып жүретін болып тұр ғой. Артқа қара. Молодец, красавчик. Жаным! Жаным. Мұртынан сенің, мұртынан вообще. Мындай свежий, мындай шыбын аяғын тазалап кіретін сияқты мұртына ше. Қырып тасташы мұртыңды, ни туда, ни сюда вообще. Ал? Нормально, да? Артқа қара. Жаным! Жаным. Не тұрсың ойланып, сразу қарамайсың ба? Ой, құдай, жираф құсамай. Артқа қара. Ахат. Жаным! Жаным. Осымен махаббат осымен бітті. Ей, Ахат! Нең бар? Вы что, соседи, что ли? Шш! Жаным! Жан. Ойбай, сен неге қарадың, ойлан. Сен нең бар, Шерзот? Жаным! Жаным. Ой, молодец, Шерзот. Осыдан қарамай көр, жаның шарай деп тұрғы мына қыз. Жаным! Мұртты сен қарамасай. 8 ай ғой, 8 күн болғанына, үйленгеніне болғанына 8 күн дірілдеп отыр да, танымай қалам ба деп. Дисциплинаны білмейді. Сен күйеуіңе қандай дисциплина қойдың сонда? Что за дисциплина? Он по твоей дисциплине ходит, что ли, Талғат? Кім? Қойшы, 8 күндік, 8-девка, қоя қойыңдаршы. Шақырған. Не дисциплина соны? Не армияға, не армия. Қайта-қайта қарай береді ғой. Түсіп тұрмайды. Қараса, мұнаң байы ғой қарап отыр. Сен что ты переживаешь? Сен күйеуің саған реагировать жасап отыр ғой. Шутка ма, сөйтіп айтсайшы между нами девочками. Жаным! Жаным. Ойбай, мынау. Басына біреу бір тепкен бе, вообще сезбей жатыр ғой вообще. Молодцы, жігіттер, удался на славу тест. Молодцы, вы прошли. Бер қараңдар, бер қараңдар. Қыздар артқа қараңдар. Мәка, позор сендер шашасыңдар. Қазір кімнің күйеуі андай айғайлап, кәдімгідей андай властный дауыспен бұл шеше деп айғайлайды, соның әйелі қарау керек. Кестік па? 1, 2, 3. Бұл шеше! Ол шеше. Здрасте. Данара, я от тебя такого не ожидала. Ойбай, сенген қойым сен болсаң, күйсегеніңді ұрайын депті баяғыда бір қазақ. Данара, жинал. Сен неге андай купальниктегі қыздарға лайк басып отырсың? Қойшы сен ондай енді. Эй, зовут лошадей! Десе. Сонда саған эй деп обращаться ете ма не? Мынау грубиян ғой құрсын вообще. Мынаған бірдеңе десейші құрсын. Я не знаю. Психушкаға тығасың ба?
Молодец, сразу қалады. Анда, ей деп грубить етпесең, ол біреуді қызығы алып отқан. Аманаттың ғой. Или что, болдың ба осымен? Понял. Осы ше? Болса ше. Молодец. Артқа қара, молодец. Какая покорная, покладистая. Осы ше? Шайықты ол. Қарабет, қатыны тыңдамай. Осы ше? Болсыш. Қиын жағдай, брат. Сожалею, брат. Болшы ше? Болсайшы. 8 күн болған адамның өзі қарап отыр ғой. Болшы ше? Болса ше. Молодец. Болшы ше? Болсыш. Ай, қарашыш қарағым, ол қалғаны батырмыз ғой мұн жақта. Өлейін деп. Бүткіл абыройымыз шашты ғой құрғырды. Артқа қара. А? Чш, а? Не дейсің? А? Нежнее болады, нет, негізі? В смысле нежнее? Это как нежнее? Грубо ғой. А, интерационно дейсің ба? Біліп отырмын құрсын соны. А, жаным шайық деп айтатын беді. Жаным деп айтпай отыр ғой өзінше андай мақтанғысы кеп, андай неткісі отыр. Сендер подыгрывай құрсын. Білеміз ғой қандай екенін үйде. Ал, 1, 2, 3. Болшы ше? Болсайтесь. Молодцы! Қыздарға бірді қолша бола, құрмет, қошемет. Бір-біріңізге қараңыздар. Бір-біріңізге қараңыздар. Бір-біріңізге жаным деп жүгіріңіздер. А что стоите? Мен ба не сендерді қосқан? Тамаша, шабала, құрмет, қошемет. Тойларыңыз құтты болсын. Махаббаттарыңыз баянды болсын.